Түркістан облысында егінді шегіртке жайпап жатыр, әсіресе Шардара ауданының диқандары зардап шегуде. Зиянкестерді улау жұмыстары нәтиже бермеген, қазірдің өзінде 40% егіннен айырылдық деген диқандар шұғыл шара қолдануды сұрап отыр. Шардаралық диқандар тақырға отырудың азақ алдында. 2 ай бұрын егілген қарбызға қанаттанып үлгерген шегіртке ұшып, егіс алқабының астан кестеңін шығарған. Мына кімге айтамыз, мына бәрі жеп қойды, мына қарасаңшы. Кімге барамыз? Кімге айтамыз бұл зарымызды? Шегіртке жеп қойды, бүкіл еңбектің бәрін. Сапарғали Қойайдаров биыл еккен 35 гектар қарбыздың бір бөлігін шегіртке санаулы сағатта жеп қойғанын айтады. Әр гектарына 2 миллион теңге шығардым деген шаруаның егінін дәрілесе де зиянкестер әлі жеп жатыр. Мынау бір күннің ішінде қазір мен 4-5 гектар жерім жеп кетті. Енді тағы да өйтіп көмек келеді, жоғарыдан көмек келетін болмаса самолет жаңа дәрі беріп бар, дәрілердің вообще эффекті жоқ. Бір-екі сағаттан кейін қайтып тіріліп кетіп отыр шегірткелер. Жәрдем бермесеңіздер болмайды. Негізі ерте көктемде улау жұмыстары жүргізіліпті, бірақ қаптаған шегіртке көрші ауданнан келіп жатыр. Көрші Келес ауданы бар. О жақтың диқандарымен хабарлассақ, біз о жақтар айтады, біз жақта да жұмыс жүріп жатыр, бірақ сылбыр жүріп жатыр дейді. Жұмыс почти жұмыс істелініп жатқан жоқ деп жатыр да, енді. Қақтан келіп жатыр? Шегіртке Келес ауданынан келіп жатыр бізге. Әйтпесе біз мына өзіміздің ауданның төңірегін шегірткелерін тазалап тастағанбыз. Ал ауыл шаруашылық басқармасы болса, осыған дейін 372 мың гектарды химиялық өңдеуден өткізгенін айтады. Яғни шегірткені улау жұмыстарын 95%-ға бітіріп тастадық деп отыр. Өңдеу жұмыстарына 331 жерүсті техникалар қатысты, 8 дрон, сондай-ақ 4 Ан-2 ұшағы жұмылдырылды. Қазіргі таңда қалып отырған 5-8% көлемінде өңдеу жұмыстары, яғни тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бір ай бұрын көзге көрінген шегіртке қазір қанат байлап ең толысқан кезіне жетті. Зиянкеспен өздері күресіп үйренген шаруалар шегірткеге қарсы дәріні дәл қазір арнайы техникамен, әсіресе ауыл шаруашылық мақсатына арналған ұшақпен себу керектігін айтады. Әйтпесе тағы бірер күнде зиянкес егінді тіп-типыл етіп тақырға айналдыруы әбден мүмкін. Бекабиев, Нұрмахан Орынбасар, КТК, Түркістан облысынан.